Саламатсыздар. Ал бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Сабақты бастауға дайынсыңдар ма? Енді сабақ бастамас бұрын мен сендерге мынандай карточка тарқатамын. Сол карточка бойынша сендер топқа бөлінесіңдер. Анеле, тарқатшы. Сол карточкада бізде Instagram, Facebook, WhatsApp желісін сүйреті тұр. Сол сүйрет бойынша балалар сендер топқа бөлінесіңдер. Сүйретті көрген болсаңдар, топқа бөлініңдер. Балалар отырыңдар. Сол сүйрет бойынша топқа бөлініңдер. Біз топқа бөліндік балалар. Енді әр топтың топ басшысы өз тобындағы оқушылардың аты жөнін жазып, әр сұраққа жауап берген кезде сіздер балл беріп отырасыздар. Сабақтың соңында сол қағазды маған тапсырып, мен күнделік кезекте сіздерді бағалаймын. Үйге берілген тапсырма қандай еді балалар? Кім айтады? Ионның басу реакциясы. Отыра ғой, қандай? Балалар, осы үйге берген тапсырманы еске түсіру үшін мен сендермен ой қозғау әдісі арқылы үй тапсырмасына шолу жасаймын. Графикалық диктант беріледі сендерге, әр топқа 3 сұрақтан иә болмаса жоқ деген жауап айтасыңдар. Бірінші топқа сұрақ: электролиттер электр токын өткізеді ме? Жарайсыңдар. Екінші сұрақ: катион теріс зарядталған ион бе? Жоқ. Дұрыс. Электролиттердің иондарға ыдырауы диссоциация деп аталады ма? Екінші топқа сұрақ: аниондар катодқа қарай жылжиды? Жоқ. Жоқ. Дұрыс жауап. Жарайсыңдар. Қышқылдар, сіркілер, тұздар электролитке жатады. Үшінші топқа сұрақ: электролиттер күшті және әлсіз болып екіге бөлінеді ме? Дұрыс. Мыстың ионы көп түсті ме? Жарайсыңдар. Электролитті диссоциациялану теориясын Сванте Аррhenius ашты ма? Жарайсыңдар. Олай болса, жаңа сабағымызды бастайық. Жаңа тақырыбымыз біздің электролитті диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқыл негіз тұздардың химиялық қасиеттері. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты қышқылдар, еритін және ерімейтін негіздер, орта тұздардың химиялық қасиеттерін көрсететін реакция теңдеулерін молекулалық және иондық түрде құрастыру. Қышқылдар және негіздер, орта тұздардың химиялық қасиеттерін тәжірибе жүзінде зерттеу және қорытынды жасау. Жаңа сабақты бастамас бұрын балалар, біз электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидаларын еске түсірейік. Кімнің есінде қағидалар? Кім айтады? Анелия. Ионды және ковалентті полюсті байланысты қосылыстары суда ерігенде оң және теріс иондарға ыдырайды. Жарайсың, отыр. Екінші қағиданы кім айтады? Медина. Диссоциацияланған заттардың градациялануы және жоғары температура себепші болады. Дұрыс. Тағы да қандай қағидалар бар? Кім айтады? Айта қойсын. Электр тогының әсерінен пайда болған иондар катод пен анодқа бағытталады. Жарайсыңдар. Топ басшы белгілеп отырсын. Келесі қағиданы кім айтады? Жалама. Диссоциациялану үдерісі кезінде ассоциациялану ыдырауы бірігуі орын алады. Жарайсың, отыр. Тағы да қандай қағидалар есіңізде? Бағламай. Электролиттер әртүрлі шамада диссоциацияланады. Жарайсың. Тағы кім біледі? Кәусар. Электролит ерітінділерінің химиялық қасиеттері ондағы иондардың табиғатымен анықталады. Жарайсыңдар. Енді тағы қандай? Элемент атом мен оның ионның қасиеттері әртүрлі болып келеді. Жарайсыңдар. Еске түсірдік. Енді электролиттік диссоциация теориясы тұрғысынан қышқылдарға, негіздерге, тұздарға анықтама беріп, бір мысал жазасыңдар. Дайындалыңдар. Дайындалуға, бір көріп шығуға
бірімен беріледі сендерге. Электролиттік диссоциация теориясы тұрғысынан қышқылдар дегеніміздің қышқылдардың анықтамасын кім айтады? Қышқылдардың анықтамасын даяр. Қышқылдар дегеніміз сулы ерітіндіде сутек катиондарды және де қышқыл қалдықтарын аниондарына түзетін электролиттер. Жарайсың, отыр. Енді осы қышқылдарға бір мысал жазып кетуіміз керек. Сақтаға кім шығады? Қышқылдарға бір мысал. Медина, қалыр. Электролиттік диссоциация теориясы тұрғысынан негіздерге кім анықтама береді, балалар? Мейрамбек. Негіздер сулы ерітіндіде металл катиондары мен гидроксид аниондарына ыдырайтын электролиттер деп айтады. Жарайсың. Отыр топ басшы өзің белгілеп отырасың. Бал беріп отыруға ұмытпаңдар. Енді негіздердің қасиетін көрсететін реакция теңдеуін кім жазады тақтаға? Сары тақтаға шыға ғой. Әркім өзі орындайды. Сары тексеріп бір тақтадағы өз жазғандарымен тақтадағы салыстырында тақтада қате бар ма екен балалар? Отыра ғой, Сара, жарайсың. Жоқ, қате қоймайды. Топ басшысы бал қойып отырамыз. Жауап бермедім. Әртүрлі оқушыға бал қойып отырыңыздар. Келесі тұздарға кім анықтама береді? Тағы, Рауан. Тұздар сулы ерітіндіде металл катиондары мен қышқыл қалдықтарының аниондарына ыдырайтын электролиттер. Жарайсың. Осы тұздың қасиетін көрсететін реакция теңдеуін кім жазады? Андайда. Өздерінің жазғандарымен, Анайлян жазған тексеріңдер дұрыс па екен? Қатесі бар ма, жоқ па? Анайля отыра ғой, жарайсың. Енді мен сендер мына жаңа сабақ толықтырып кетейін. Қышқылдардың барлығына ортақ қасиет ерітіндіде сутек ионын бөле жүретін қосылыстар. Қышқылдардың барлығы белсенді металдармен әрекеттесіп, тұз бен сутегі түзеді. Сондай-ақ қышқылдар немен әрекеттеседі екен? Негіздік оксидпен әрекеттеседі екен, негіздік оксидпен әрекеттесіп, тұз бен су түзеді. Қышқылдар және негізбен әрекеттесіп, тұз бен су түзеді. Қышқылдар және сондай-ақ тұздармен әрекеттеседі. Ал енді негіздерге келетін болсақ, негіздер қышқылдық оксидпен әрекеттеседі, негіздер қышқылмен әрекеттеседі, негіздер сондай-ақ тұзбен әрекеттеседі екен. Енді тұздарға келетін болсақ, тұздардың химиялық қасиеті. Тұздар да белсенді металдармен әрекеттеседі. Тұздар өзара ерімтал тұздар өзара бір-бірімен әрекеттеседі. Сондай-ақ тұздардың қасиеттері тұздар негіздермен әрекеттеседі және қышқылдармен әрекеттеседі. Енді біздің келесі кезеңіміз зерттеле балалар.
біз осы жазған химиялық реакцияларды тәжірибе жүзінде сендерге көрсетейін. Балалар, бізде бүгін зертханалық тәжірибемізде мыс сульфатымен көрсетеміз. Темір сульфатын ертеміз, суда ертіндінің көресіне, түсін көресіне. Мыс сульфатының түсі қандай екен балалар? Көк. Темір сульфатының түсі ашық, жасыл. Мынау біздің натрий гидроксидіміз. Натрий гидроксиді суда ертем. Балалар, реакция жүрген, жүрмеген қалай білеміз? Не бөлінеді? Дұрыс. Жарайсыздар. Қазір бірінші натрий гидроксидін суда ертеміз балалар. Натрий гидроксиді ол бізде. Мына, шеттегі оқушыға стапқыз көрейік. Су, кәдімгі мұздай су. Мынау натрий гидроксиді. Ертеміз. Реакция жүріп жатыр. Мұны балалар ереді біздің натрий гидроксидіміз. Енді мынаны ұстап көріңіз. Сыныптастарыңа айтасың, реакция жүріп жатыр ма балалар? Жылы. Мұздай сумен реакция жүрді. Бұл натрий гидроксиді. Енді 50 мл суды алып, оған қазір мыс сульфатын ертеміз, және темір сульфатын ертеміз. Мыс сульфатын ертеміз, және темір сульфатын ертеміз. 50 мл су алдым. Бірінші мыс сульфатын салам. Мыс сульфаты суда ерідімін. Ашық қандай түс болды ертіңіз? Ашық көк. Мыс сульфаты. Енді темір сульфатын саламын енді. Суда ертеміз. Мұны ертінді. Қандай түс болды? Ашық жасыл. Ашық жасыл. Бұл жерде балалар ашық жасыл. Мыс сульфатына натрий гидроксидін қосқанда қандай тұнба пайда болады? Мыс гидроксиді пайда болады, көк тұнба. Жарайсыздар. Темір сульфатына натрий гидроксидін қосқанда қандай тұнба пайда болады? Жасыл тұнба, мыс, темір гидроксиді. Екі валентті темір сульфатына натрий гидроксидін қостық. Екі валентті темір сульфатына натрий гидроксидін қостық. Екі валентті темір гидроксиді пайда болды. Сол реакцияны дәптерлерге жазып алыңыздар. Балалар, біліміңізді тиянақтау үшін мен сіздерге әр топқа тапсырма беремін. Сіздер топтасып, бірлесіп, ойланып, жауап бересіздер. Бәрін ойланыңдар, жазыңдар реакциясын. Топтасып, жұмыс жасаймыз, реакциясын жазыңыздар. Жазуын тобы. Мыс сульфаты мен натрий гидроксидінің арасындағы толық және қысқартылған реакция теңдеулерінің коэффициенттерінің қосындысы 10 және 4 болып келеді. Жарайсың. Екінші. Абыр сульфаты мен барик хлоридінің арасында толық және қысқартылған
Иондуу теңдейлердин коэффициенти бирлешиш болот. Жарайсың. Темір 2 валент хлориді мен заттардың қайсы әрекеттескен тұзбат түсіреді. Натрий гидроксид. Қазір көрдік, иә? Темірдің кез келген тұзы мен натрий гидроксиді әрекеттескен кезде не түзіледі екен? Темірдің эквивалентті гидроксиді жасыл түсті болады екен. Балалар, енді әр топ басшы өзінің белгілеген парағын маған тапсырады. Оны сіздер күнделікті кезден көресіздер. Дәптерлеріңізді ашып, үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үйге берілген тапсырма 6-шы параграф О және С нұсқаларын жолдап келесіздер. Жазып алыңыздар. Енді рефлексия, мен сіздерге секер тарқатамын. Мен бүгін қандай сұраққа жауаптар таптым, қандай табысты іс-әрекеттер жасадым, менің бүгінгі жетістігім, менің сабақтан алған әсерімді жазып, тақтаға жазасыздар. Тарқатып бер. Мынаны тарқатып беріңіз. Мен бүгін қандай сұраққа жауаптар таптым, қандай табысты іс-әрекеттер жасадым, менің бүгінгі жетістігім, менің сабақтан алған әсерім. Жазып болсаңыздар, тақтаға келіп тапсырыңыздар. Осымен балалар сабақ аяқталды. Келесі сабаққа жақсылап дайындалып келеді деп үміттенемін. Қош сау болыңыздар.